Сәлем достар, сіздер менен Наргиз. Бүгін мен сіздерге ең жұмсақ әрі дәмді Наполеонның рецептісін ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қажетті құрамдар: сүт 1 литр, қант 300 грамм, жұмыртқа 4 дана, 10-60 грамм, сары май жұмсақ 60 грамм, ваниль қанты және де слоеное тесто 1 дана қажет болады. Ең алдыменен жұмыртқамызға қантымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Содан кейін ваниль қантын қосып, тағы да араластырып шығамыз. Енді ұн қосамыз. Тағы да жақсылап араластырып шығамыз. Осы біздің заварной креміміз болады. Енді видеодағыдай көрсетілгендей пергаментке слоеный қамырымызды салып шығамыз. 180 градуста 25 минуттай пісіріп аламыз. Енді заварной кремімізді жасаймыз. Сүтімізді жылғаннан кейін осы қосқан барлық заттымызды 2 бөлікке бөліп сүтке қосамыз. Және де әрдайым араластырып отырамыз. Мынадай загустить етілген креміміз шықты. Енді бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз да тағы да араластырып пісіреміз. Енді видеодағыдай көрсетілгендей қамырды бөліп шығамыз. Тағы да кішкене суытамыз қамырымызды. 26 сантиметрлік формаға мен жинадым. Ең алдыменен кішкене бөлігін заварной кремден құйып шықтым. Содан кейін қамырымды салдым. Солай 4 рет жасап шықтым. Енді 1 сағаттай тоңазытқышқа қойып қойдым. Енді әсемдік үшін құлпынайды қолдандым, 2 бөлікке бөлдім және де әрбір жеріне қойып шықтым. Енді Наполеон тортымызды кесіп көрсетейін. Дәмі сөз жоқ, өте дәмді болып шықты, жұмсақ, қытырлақ болып шықты. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерменен болған Наргиз. Менің YouTube